Саламатсыздар ма балалар? Математика пәнінің 4-ші сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі таңбалы сандардың графикалық моделі. Бұл сабақта сендер екі таңбалы сандардың графикалық модельдерін білетін боласыңдар. Бірінші тапсырма. Суретке қара, берілген цифрларды пайдаланып 10 мен 20 сандардың арасындағы екі таңбалы сандар тізбегін жаз дейді. Бізде доптардың ішіне сандар берілген екен. Осы сандармен біз 10 мен 20 сан арасындағы таңбалар 10 мен 20 сан арасындағы екі таңбалы сандардың тізбегін жаздық. 10-нан кейін 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Мінекей 10 мен 20 сан арасындағы екі таңбалы сандардың тізбегі. Үшінші тапсырма. Екі таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара. Яғни ондықтар саны, жасылмен берілгендер, көкпен берілгендер, бірліктер саны. Енді қай сандар берілген екен, және ол әр графикалық модельге сәйкес келетін екі таңбалы сандарды жазыңдар. Осы сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазыңдар дейді. Бірінші суретте бізде 75 саны берілген екен, иә? Ондықтар 7, бірліктер 5. Бұл бізде 75 тең 70 қосылған 5-ке. Ал екінші модельге қарайық. Ондықтар 5, бірліктер 7, яғни 57. 50 мен 7-нің қосындысы екен. Ал үшінші модельге қараймыз. Бұл жерде ондықтар 6, бірліктер 2, яғни 62. 62 бізде 60 пен 2-нің қосындысына тең. Ал балалар, үшінші тапсырма қарайықшы. Тапсырманың орнында 34 санын әр түсті дөңгелектер түрінде модельдеп көрсет дейді. Мінекей 34 санын біз 3 ондықты қызыл түсті дөңгелекпен, 4 бірлікті 4 көк дөңгелекпен белгіледік. 47 сан әр түрлі шаршылардан тұратын сызба түрінде модельдеп көрсет дейді. Мінекей 4 сан көк шаршымен белгіледік. Ал 7 сан біз жасыл түсті шаршымен белгіледік. Яғни бұл жерде 4 ондық, 7 бірлік 47-ге тең екен. Ал балалар, төртінші сет бізде теңдеулерді тап және оларды шеш дейді. Бұл жерде бізде 2 теңдеу шықты. 10 азайтылған x тең 8. X тең 10-нан 8 азайтамыз, x тең 2. 10 азайтылған 2 тең 8. 8 тең 8. Онда x азайтылған 8 тең 10. X тең 10-ға қосамыз 8-ді. X тең 18, 18-ні азайтамыз, 18 тең 10. 10 тең 10. Яғни бірінші теңдеуде белгісіз санды табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз, осылай таптық. Ал екінші теңдеуде бізде белгісіз сан бірінші тұрған сан, көп сан. Яғни көп санды табу үшін біз екі санды қосады екенбіз. Яғни бұл жерде 18-ден 18 азайтқан кезде тең 10. Сандардың разрядты қосылғыштарын тап. 30 санының разрядты қосылғышы 30 қосылған 0. 27 санының разрядты қосылғыштары 20 қосылған 7. 59 сан разрядты қосылғышы 50 қосылған 9. 93 сан разрядты қосылғышы 90 қосылған 3. 42 санының ондықтар разрядындағы цифрының мәнін бірге арттыр. Бірліктер разрядындағы цифрының мәнін бірге кеміт дейді. Сонда бізде қандай сан шығады? Яғни 42 сан ондықтар разрядындағы
цифрның мәнін бірге арттыр дейді. Яғни ол бізде 10, иә? 10-ды қосамыз, сонда 51 болады. 51 енді бірге кеміт дейді. Онда бірді азайтамыз. Сонда 52-ден бірді азайтқан кезде 51 шықты. 7-ші есепті шығар. Балалар жұмбақ жасырып ойнады. Бірінші топ 19 жұмбақ, ал екінші топ одан 7 жұмбақ кем жасырды. Яғни екінші топ қанша жұмбақ жасырды? Шартын жасап алайық. Шартын жазып алайық. Бірінші топ 19 жұмбақ. Екінші топ неше? Бірінші топқа қарағанда 7 жұмбақ кем жасырды. Шешуі 19-дан 7-ні азайтамыз, 12-ге тең болады. Жауабы екінші топ 12 жұмбақ жасырды. Дәптердің тұр көздерін пайдаланып 26 саны әртүрлі графикалық моделін сал. Осы санның көшілген разрядты қосылғыштарын қосындысы түрінде жаз. Яғни 26 санын біз бірінші шаршылармен модельдедік, екінші нұсқада дөңгелектермен модельдедік. 26 санның көшілері 25, 27, яғни бұларды разрядты қосылғыштары қоссақ, 20 қосылған 5, 27-ні 20 қосылған 7 деп алдық. Кел ойнайық, поезд құрастырып ойнайық. Үлгіде берілген екен. Осы бойынша біз мына поездағыларды қосып шықтық. 1 қосылған 4 қосылған 9, 14-ке тең, 1 қосылған 9 қосылған 3, 13-ке тең, 4 қосылған 6 қосылған 7, 17-ке тең, 9 қосылған 1 қосылған 2 тең, 12-ке тең, 6 қосылған 4 қосылған 5 тең, 15-ке тең, 1 қосылған 7 қосылған 8, 16-ға тең екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңдер.